Сәлем достар. Бүгін сіздермен ағзаны қалай жас күйінде сақтап қалуға болады, қалай біз жас көрінуімізге болатын жайлы сөйлесетін боламыз. Сіздермен дәрігер Сманова Жалғастырмбайқызы, менімен бірге соңына дейін болыңыз. Жалпы адам ер азамат болсын, әйел азамат болсын, жас енді ғана өсіп келе жатқан қыз бала болсын, қайсымыз болса да жастық шағымызды сақтап қалғымыз келеді. Өте сұлу, сымбатты көрінгіміз келеді. Енді ал бұл жастық шағымызды қалай сақтап қалу, яғни сымбатымыз, сұлулығымызды. Жалпы біз тұтас клеткалардан тұратын болғандықтан сыртқы келбетіміз ішкі клеткаларға тікелей байланысты екен. Біз күнделікті не жейміз, қандай ас жейміз, қалай су ішеміз, қай кезде ұйықтаймыз, қай кезде тұрамыз, бұлардың барлығы біздің тікелей сұлулығымызға әсер етеді. Әсіресе біздің ішегімізбен теріміздің байланысы өте тығыз. Себебі біздің теріміз детокс процесіне қатысатын болғандықтан, әрі тікелей біздің терімізбен байланысты болғандықтан, сіздің ішегіңіздің халі қалай, сіздің теріңіздің де жағдайы сондай болады. Ал егер сіздің аш ішегіңіз және де тоқ ішегіңіздің қызметі нашар болатын болса, ол жерде тесік ішек синдромы болатын болса, онда сіздің қабағыңыз соңғы, түсіңкі, үнемі шаршап жүрген адамның келбеті болып келеді. Ал енді достар, жалпы біздің ағзамызға ең үлкен дұшпандардың бірі кім? Біздің сұлулығымызды алып қоятын, әрі біздің бетіміздің терісін тез қартаюына септігін жасайтын олар кімдер? Күнделікті біздің асханамызда мүлдем мән бермейтін, күдіктенбей жейтін бұл біздің түрлі тәттілеріміз, яғни қанттарыңыз болып табылады. Қант ол тең, қартаюмен тең екен. Себебі қант жеген кездеріңізде сіздердің ағзаларыңызда гликациялық процесс өте жоғарылап отырып, соның әсерінен сіздерде ағзаларыңызда H молекулалар, яғни қартаю процесін жоғарылататын молекулалар туындайды да, сонымен сіздің теріңіздің жылдам түрде қартаюына, оның солыңқылауына, оның құрғауына, оның жарылуына, әрі тез терең түрде әжімдердің түсуіне алып келеді екен. Сол себепті мүмкіндік болатын болса, бұл жерде күнделікті барынша қантты рационыңыздан азайтқаныңыз дұрыс. Екінші, біздің көп жағдайда мән бермейтін тағамдардың бірі. Егер сіздің бойыңызда лактоза жетіспеушілігі болатын болса, немесе ішегіңіздің өткізгіштігі өте жоғары болатын болса, бойыңызда паразитоз, лямбля немесе амеба болатын болса, онда сіз молочный продукты, яғни сүтті тағамдарды жеген кезіңізде теріңізге керісінше әсер етуі мүмкін. Сіздің бойыңызда мен атап өткен жағдайлардың бірі болатын болса, барынша сүтті тағамдарды азайтыңыз. Мүмкін болатын болса, қышқыл формасында құрт немесе айран, сүзбе түрінде азырақ жеуге сізге кеңес беремін. Сонда біз өзіміздің сұлулығымызды өте жақсы сақтап қалуға өте жақсы септігін жасаймыз. Енді келесі біздің мүлдем байқамайтын дұшпандарымыздың бірі кім? Күнделікті жасаймыз бірақ оны. Біз түнде кеш ұйықтауымыз. Түнгі 1-2-ні келдірмей ұйықтамаймыз, кейбіріміз. Қазір уақытта телефон қызық, ашып қарап отыра бергім келеді, бірақ достар, уақыт бізді аямайды. Ұйқы табиғат бекерден бекер жасалған жоқ, күн мен түнді. Сол себепті біз күнмен жарыса ұйықтап, күнмен жарыса тұру керекпіз. Бұның барлығы біздің ағзамызда циркадтық ритмдардың дұрыс жүруіне өте жақсы септігін жасайды. Егер сіздер дұрыс ұйықтамайсыздар ма, ағзаларыңызда детокс процесін жақсартатын, ағзаңызды жақсартатын мелатонин гормоны дұрыс өндірілмейді. Ал мелатонин гормоны жоқ па, сіз ойлай беріңіз, мен жылдам түрде қартайып жатырмын, мен өте күннен күнге солып бара жатырмын деп. Ұйқыңызды реттейтін болсаңыз, күнделікті мүмкіндігінше ең максималды деген кезде түнгі 11-де ұйықтауға әрекет жасаңыз. Себебі біз терең ұйқыны алу арқылы ұйқымыздың сапасын жақсартамыз. Көрдіңіздер ме достар, сіздер өздеріңіз саулықтарыңызды жақсарту үшін, жалпы терілеріңіз сұлулығын жақсарту үшін бірінші рационды дұрыстайсыздар. Не жеп, не қойып жатыр, қантты шектейсіздер, үнемі су ішіп жүресіздер, және де ұйқыларыңызға көбірек көңіл аударыңыздар, сонымен кішкене болсын өздеріңіздің саулықтарыңызды жақсартасыздар. Бүгін сіздерге, бүгінгі менің осы видеом пайдалы болды деген ойдамын.
менің каналыма тіркеліңіздер әрі достар қолдап отырыңыздар.